Хабарымыздың басы тақырыбына оралсақ, студиямызда Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Нұрлан Жахин келіп отыр. Қош келіпсіз студиямызға. Сәлеметсіз, Аида. Нұрлан Серікұлы, сізге деген алғаш сауалым, бұл 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметшілердің жалақысы қанша пайызға көтеріледі? Бірден енді жаңағы айту үшін қанша пайызға екенін кішкене тоқталып өтсем, толығырақ, мысалы жалпы осы мемлекеттік қызметшілердің жаңа еңбек ақы төлеу жүйесі агенттік осы модельді 2015 жылдан бастап дайындаған еді. Өзіңіз білесіздер, осы жылы елбасының жолдауында осы бағыт айқындалып, яғни жалақыларды өсіру бойынша белгілікті тапсырма беріліп, бұл қазіргі уақытта енді жүзеге асырылуда. Бұның негізінде енді елбасының тапсырмасы бар, жаңағы жарлығы бар, енді осы жуық арада берілген. Бұл апробация негізінде айтып өту керек, осы жылы 4 мемлекеттік органда апробациясы өткізілді. Ол біріншіден біздің агенттік, мемлекеттік қызмет істері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде, және де әділет министрлігінде, және де 2 әкімдікте, ол Астана қаласы әкімдігінде, және де Маңғыстау облысы әкімдігінде. Айтып өтсек, біздің мысалы агенттігіміз бойынша салыстыратын болсақ, жалақылары яғни 2 есе өсті. Мысалы 92 мыңнан 219 мыңға дейін жергілікті жерде. Айтып өту керек, жаңағы диспропорциясы бар, жаңағы 70%-дан бұл 10%-ға дейін азайтты диспропорцияны. Өйткені жалпы баяғыда қалай болады, мысалы дәстүрлі түрде қазір уақытта мемлекеттік қызметшілердің жалақысы ол жаңағы еңбек өтіліне байланысты, және де мысалы және категориясына байланысты, қандай мысалы лауазымда қызмет етеді, сондай ол жалақы алып отырған. Сонымен қатар өзіңіз білесіз, барлығы біледі, құпия емес, мысалы әр мереке сайын немесе жылдың соңында белгілі бір сыйақылар болады. Бұл сыйақыда мысалы мемлекеттік қызметте тиімді жұмыс істеп жүрген азаматқа да төлеуі мүмкін, және де мысалы 50% жұмыс істеп жатқан адамға да төлеуі мүмкін. Сондықтан да оның мемлекеттік қызметшінің тиімділігі ескерілмеген болатын. Сондықтан да жаңағы факторлық балдық шкалаға негізделген мемлекеттік қызметшілердің жаңа еңбек ақысының жүйесі, бұның ерекшелігі жаңа атап өту керек, жаңағы факторлық балдық шкалаға негізделген жаңа грейдтерген бар. 15 грейд, ол ең төменгі, ол жаңағы ауылдық селолық округі немесе жергілікті атқарушы органдардың бас маманынан бастап, ең жоғары ол мысалы орталық мемлекеттік органның жауапты хатшысы, аппарат басшысы, облыстық сондай лауазымдарға дейін, аппарат басшыларына дейін грейдтелген. Оның өзі ішінде 3 сатыға бөлінген, яғни жаңағы негізгі функцияларды атқаратын, жаңағы көмекші, сонымен қатар жаңағы тағы да 3-ші ол да көмекші мысалы жеке бөлінген. Сондықтан да білесіздер, қазіргі уақытта негізгі жұмысты істеп жүрген мемлекеттік қызметші және де көмекші жаңағы бөлімшелерде қызмет етіп жүргендердің жалақысы мысалы бірдей болуы мүмкін. Сонымен қатар орталықта мысалы Астанада орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің жалақысы жоғары болады, ал төменгі селолық округта істеп жүрген мемлекеттік қызметшінің жалақысы мысалы аз болады. Сондықтан да сол ауылда кім жұмыс істейді? Егер жалақы төмен болса, мысалы, кім онда жұмыс істейді? Жаңадағы мемлекеттік қызметшілердің осы органдардан кетуі және де жұмысқа бармауы, қызығушылық тудырмауы деген секілді мәселелер туындауы мүмкін. Сондықтан да осы жаңағы диспропорция болмасы үшін жаңағы осындай факторлық балдық шкалаға негізделген. Бұл енді жаңағы тәжірибе көрсетіп отырғандай, мысалы қазір Павлодардағы біздің агенттіктің қызметкерлері жалақылары мысалы өсті. Оның үстіне мысалы әр мемлекеттік органның басшысы өзінің ішінде жаңағы құқығы бар, өзі мысалы оптимизация жүргізіп, мысалы вакансиялардың бос орындардың немесе де оптимизация жүргізу барысында жаңағы үнемделген қаражатты тағы да үстемақы ретінде қызметшілерге тағайындауы мүмкін. Мысалы агенттіктің тәжірибесі ондай бар.
ол туралы мысалы біздің төрағамыз айтқан болатын, жаңадағы Фейсбукта да, жалпы интернет желісінде де көп таралды бұл ақпарат. Жаңағы енді Маңғыстау облысында да бұл енгізілді. Жаңағы біз тәжірибе көрсетіп отырғандай, олардың енді мемлекеттік қызметшілері осындай жалақы алғандықтан тиімділігі де өседі. Жаңағы айтып отырмыз, жаңағы бонустар бар. Екіншісі, екі айтатын бонустар. Сондықтан да бонустардың өзі жылдың басында қызметкердің жеке индивидуалдық жоспары болады, жұмыс жоспары. Сол жұмыс жоспарында белгілікті бір нәтижелерге ол жететіндей жаңағы көрсеткіштер бар. Сол көрсеткіштерді, ол жоғары көрсеткіштерді қою керек, мысалы, оған жете ала ма, жете алмай ма деген секілді. Сол көрсеткіштерді жылдың соңында толығымен орындаса, жаңағы тиімділігін көрсетсе, және де ол жаңағы халыққа оның пайдасы тисе, жаңағы мысалы селолық округта, мысалы әкімдіктерде, мысалы қызметтер, функциялар өте кең ғой. Сондықтан да осы тиімділікті арттыру үшін жаңағы өзінің жоспарына сондай көрсеткіштерді қояды. Кейіннен жылдың соңында жаңағы айтып отырған бонустар бар. 4 айлық жалақыдан жаңағы 12-ге дейін, 12 жылдық мысалы жалақыны қосып бір рет алу мүмкін. Сондай жаңағы мотивациясы бар, соны ынталандыру. Егер мемлекеттік қызметші тиімді жұмыс істесе, бұның жаңағы орталықтан бастап ауылға дейін кез келген мысалы азамат алады. Енді жалпы бұл тәжірибе қайдан алынып отыр? Агенттігі бұл тәжірибені бұл жаңа тек қана Қазақстанның мысалы несі емес, жаңағы айтып өткен бұл көптеген елдерде негізі факторлық балдық шкалаға негізделген жалақы төлеу мәселесі бұл кеңінен дамыған. Айтып өтсек, мысалы агенттігі бұны енгізу барысында, мысалы Hey Group, жаңағы Ernst Young жаңағы консалтинг компаниялардан жаңағы эксперттерін жаңағы осы жұмысқа тартқан болатын. Және де бұны жаңағы зерделеу барысында шын айту керек, жаңағы тек қана орталық деңгейде мысалы саралау жүргізілген жоқ. Бұны ауылдық мемлекеттік органдардың қатысуымен жаңағы эксперттер бұны енгізу үшін пікірлерін біледі, жаңағы опрос жүргізіледі деген секілді мәселелер көп жүргізілді. Тек қана алып, салып, енгізу емес. Сондықтан жаңағы ОСР мемлекеттері бар. Олар мысалы жаңағы Америка құрама штаттары, Сингапур, Малайзия, Жаңа Зеландия деген секілді мемлекеттерде бұл факторлық балдық шкалаға негізделген еңбекақы төлеу, бірақ сол мемлекеттерде бар. Бірақ бұл Қазақстанға да жаңашылдық емес. Қазақстанда бұл 174 компания жаңағы жеке және квази мемлекет сыңайлы секторда бұл бар. Павлодар өңірінде мысалы Алюминий Қазақстан жаңағы акционерлік қоғамында осы факторлық балдық шкалаға негізінде жаңағы жалақы төлейді екен. Енді мемлекеттік қызметшілер неге бұндайға нетпеске? Өйткені сіздер білесіздер, өте әртүрлі болып кетті жалақылар. Мысалы мемлекеттік қызметшілер күні бойы жұмыста өте маңызды шараларды, халықпен жұмыс істейді, жаңағы жұмысының маңыздылығы бар, қиындығы бар деген секілді. Бұның бәрі ескерілді. Сондықтан да елбасының тапсырмасы бұл мемлекеттік қызметші жалақысын өсіру бойынша. Сондықтан да жаңағы факторлық балдық шкалаға негізделген жаңағы әдіс дейміз, жаңағы жоба дейміз, соны енгізу, барлық жалақыны көтеру, жаңағы мемлекеттік қызметшілердің жұмыстан кетуін азайтады, жаңағы келуін керісінше көбейтеді. Неге десе, біз көріп отырмыз, тәжірибе көрсеткендей, біздің агенттікті Шымкентте мысалы агенттіктің департаментіндегі бір орынға мысалы 60 адам конкурсқа түсіпті. 3 есе мысалы жаңағы көбейті конкурсқа қатысуларын. Олар біледі, әрине осы агенттіктің департаменттерінде жалақы жоғары екен, бірақ та ең тиімді деген адамдар басқа жаңағы жеке секторден де басқа компаниялардан келіп біздің қызметке жаңағы кәсіби, білікті, үш тілді білетін, IT жағынан жоғары дамыған деген секілді ой саласы. Сондықтан да сондай мамандарды тарту бізге де ол жақсы. Ал кейіннен барлық мемлекеттік органдарға таралған кезде әрине жалақы жоғарғы болғандықтан мемлекеттік қызметшілер табалдырығына тек қана білімді деген, озық деген, шетелде оқыған азаматтар кеңінен тартылып,
жаңағы берікті бір жаңағы креативность дейді, жаңағы жұмысқа деген жаңашылдық енгізу мүмкін, жаңағы түрлі инновациялық жобалар жүзеге асыруда да оны мысалы басқа қырынан жүзеге асыру үшін өз жаңағы білімі мен біліктілігін қоса алады. Жалпы енді бүгінде қандай мемлекеттік мекемелерде жалпы Қазақстан бойынша бұл тәжірибе қолданылып келеді? Және мысал ретінде айтып кетсеңіз, сол жердегі мемлекеттік қызметшілердің жалақылары қаншалықты өзгерді? Мен айттым, жаңа агенттік біздің мемлекеттік қызмет істері сыбайлас жемқорлыққа қарсы әділет министрлігі, Маңғыстау облысы бойынша департамент және де Астана қаласы әкімдігі. Енді былай қарасақ, жаңағы айтып өткендей біздің агенттікте 2 есе өсті. Ол көбінесе бұл өсуді жаңағы айтып өткендей жергілікті жерде бұл қатты байқалды. Неге десе, өйткені олардың жалақылары мысалы қолға былай қарасақ, олар 74 мың, 75 мың алады. Енді өтіліне байланысты, жаңағы стажы дейміз, еңбек өтіліне байланысты. Бірақ осы енгізілгеннен кейін қазір уақытта бас мамандар 180 мыңға дейін алады. Бұл өте 2 есе өседі. Мысалы басқарма басшылары мысалы 250 мыңға дейін алады. Мысалы одан да жоғары кейбір мысалы жаңағы әкімдіктерде бұның мысалы әрине Маңғыстау облысын айтып өтейін, бұл білесіздер мұнайлы өлке, сондықтан да бұл жерде жаңағы орташа жалақы мысалы 284 мың қателеспесем осындай соманы құрайды. Енді былай қарасақ, Маңғыстау облысына енгізілгенде жаңағы мемлекеттік қызметшілердің жалақысы жаңағы осы орта жалақымен Маңғыстау облысымен тұспа-тұс келді, сәйкес келді. Және де осы жеке сектордағы жалақылардың алатын жалақылармен бірге болып келді, және де ол енді ол да бір мемлекеттік қызметшіге бір жаңа серпін береді. Жаңағы жұмыста тиімділігін арттыру бойынша. Сондықтан да жаңағы мен айтып өткендей факторлық балдық шкала бұл жаңағы бонус төленеді, және де жаңағы факторлық деңгейде оның қызметінің тиімділігіне байланысты, маңыздылығына байланысты, сондай мысалы оларға жаңағы жалақысы үлкен болып белгіленеді. Сондықтан да ол жаңағы бір жаңағы болашақта бұл осы мемлекеттік аппараттың жалпы жаңағы 100 нақты қадам дейміз ғой, ұлттық кәсіби аппаратты қалыптастыру бойынша бұл негізі бір қадам болып табылған. Сол қадамды жүзеге асыру барысында міне осындай біз қазір уақытта апробациясын жүргізіп жатырмыз. Енді апробациясы аяқталды деп айтуға болады бірер айдан кейін. Сондықтан келесі жаңағы қателіктер мен олқылықтардың жаңағы жағымды жаңалықтар ескеріліп, бұл барлық мемлекеттік органдарға бір ізді жаңағы қаулы қабылданама, бір заң нормативтік акті қабылданып, кейіннен барлығына бірдей енгізіледі. Бірақ та бұнда айтып өту керек, оның өсіру мемлекеттен жеке қаржы қарастырылмаған. Бұны әр мемлекеттік орган өзінің ішкі резервтерінің қарастыру қажет. Өйткені қазір уақытта шын айтсақ, кейбір мемлекеттік органдарда мысалы көптеген жаңағы осы органға бағынышты ұйымдар бар. Көптеген вакансиялар бар. Жаңағы функцияларына дублирование дейді. Кейбір функциялар мысалы анау бөлім атқарады, ұқсас функцияны екінші бөлім атқарады деген секілді. Мысалы біз Павлодар облысында да көріп отырмыз. Мысалы Павлодар қаласының әкімдігінде былай шарт түрде айтсақ бір бөлім бар да, ал мысалы бір бөлім 2 функцияны атқарады да, мысалы жер қатынастарына байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты. Мысалы Павлодар облысының бір қаласында, екінші қаласында бұл бағытта мысалы 2 бөлім бар екен, 2-ге бөлінген. Сондықтан мысалы әртүрлі көрдіңіздер ме? Енді оның 2 бухгалтері бар, 2 мысалы жаңағы кадр қызметкері бар. Содан бастасақтың өзі 2 басшы бар деген секілді. Бұлар енді қазір қандай мақсат? Оптимизация жүргізіп, оптимизацияның шеңберінде үнемделген ақша қаражаттарын барлық облыс бойынша осы мемлекеттік қызметшілердің жаңа жүйесі негізінде жалақы төлеулеріне жұмсалуы тиіс. Енді осы кеше ғана біздің облысқа, Павлодар облысына агенттігіміздің аппарат басшысы келіп, жаңағы облыс әкімінің қатысуымен кеңейтілген жаңағы кеңесте бұл мәселелер барлығы жеткізілді. Енді қазір біздің мақсатымыз әкімдікпен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін қаншама
саралап, анализ жүргізіп, қандай мемлекеттік органдарда қандай функцияларды қосу керек, және кімді жаңағы оңтайландыру керек қызметтерін, сондай мәселелерді жүргізіп, анализ талдау жасап, кейіннен бір қорытындыға келіп, үнемделген ақша қаражатын жаңа жылдан бастап осы облыстың мемлекеттік қызметшілердің жалақысын өсіруге бағыттап, жаңағы бонусты да осыған ішіне енгізеді. Жалпы енді жалақы көтерілуден басқа, мемлекеттік қызметшіге деген жұмысқа қызығушылықтан басқа, бұл жаңа жүйенің тиімділігі қандай тағы да? Тиімді жақтары әрине біріншіден ол ынталандыру мемлекеттік қызметшілердің. Екінші жағы жаңағы жұмыстың, қызметтің тиімділігін өсіреді. Шын айтса, неге мен бұлай айтып отырмын? Өйткені түрлі жобалар бар, мемлекеттік бағдарламалар бар. Және де халықпен, кейбір мемлекеттік қызметкерлер халықпен тікелей жұмыс жасайды. Кейбіреуі мысалы өзінің кабинетінде отырып үлкен бір стратегиялық бағдарламаларды жүзеге асырып жатады. Негізінен айтып өтейін, бұл бонустардың өздері жаңағы тікелей комиссия мынау жақсы істеді, мынау жаман істеді деген секілді мәселемен ғана бермейді. Жалпы мемлекеттік органдаға стратегиялық несі бар, жоспары. Сол орган стратегиялық жобаны, үлкен стратегиялық жоба бар әр органда. Сол стратегиялық жобаны қаншалықты орындады. Егер орган жоғары баға алса, және де қызметкерлері де жоғары бонустарды алу мүмкін. Егер ол бір-бірінен соң бір байланысты. Жалпы мемлекеттік органдардың бір мақсатқа, бір стратегиялық жоспарды орындауға жету үшін әр мемлекеттік қызметші сол органда отырған белгілі бір нәтижеге жету керек. Жоғары нәтижеге, тиімді болу керек біріншіден. Және жұмыстың маңыздылығын түсініп, бір нүкте болу керек, ол жоғары болу керек, яғни показатель дейді, нәтиже жоғары болу. Сондықтан да жаңағы халық түсіну керек, жаңағы үнемделген ақша қаражаты, ол мемлекеттік органның берілген ақшасы үнемделген тек қана жайдан-жай әр мемлекеттік қызметшіге беріле бермейді. Егер де жоғары мемлекеттік орган стратегиялық жоспары жоғары орындап ол бағаланса, кейіннен комиссия осы стратегиялық жоспарды үлкен нәтижеге жеткен үшін кімнің үлесі зор, кім осыған көп үлес қосты, қандай қызметтер дегенді жаңағы мен айтып өткен жоспардан көріп, кейіннен оған әрине мысалы 5 жалақы бере ма, жаңағы айлық жалақысын 12 бере ма деген секілді, ол енді комиссияның өз еркінде болады. Сондықтан жаңағы ерекшелігі осы деп айтуға болады. Және де ол жаңағы диспропорция біріншіден, ол да ерекшелік. Өйткені ауылда істеген қызметкер 70 мың алып, орталық аппаратта істеген қызметкер мысалы 200 мың алса, бұл әрине екеуі де бірдей, былай мысалы функциялар бірдей болуы мүмкін кейбір бағытта. Бірақ бұл әділ емес те, бір жағынан қараса, жаңағы әділдігі бар, екінші жағынан жаңағы жұмысқа берілуі бар. Біз мысалы бұл бағытта тағы да нақты айқындап шыға аламыз. Қандай қызметкер тиімді, қандай қызметкер тиімсіз деген секілді. Мысалы қазіргі уақытта бұны аттестация барысында көре аламыз, немесе жылдық бағалау деген бар, сон барысында көре аламыз. Бірақ та бұл бағытта енді әр қызметкер тиімді болғысы келуі тиіс. Өйткені бұндай бонусты алу үшін жыл ішінде өзінің бар күшіңді салып қызмет етпесең, кейін сен осы органның жалпы бағасына да әсерін тигізуі мүмкін. Егер сен тиімді болмасаң, сен осы орында қызмет етуің қаншалықты тиімді деген секілді мәселелерде туындауы мүмкін. Жалпы енді Павлодар облысының мемлекеттік органдары мұндай жаңашылықты қабылдауға қаншалықты дайын? Шын айтса, қазіргі уақытта олар ойлауы мүмкін, менің қысқартуы мүмкін деп, біздің органды қысқартуы мүмкін деп. Бірақ та бұлай қысқарту барысында оны тікелей жұмыстан шығарып салу мақсат емес. Ол мемлекеттік органның жаңағы басшысына байланысты болады. Бірақ та вакансияларда мысалы жеткілікті болып жатады. Бірақ та
қазір енді бұл мәселелер сараланып зерделенеді. Бірақ та мысалы біздің агенттікте апробацияны енгізу барысында ешкім далада қалған жоқ деп айта аламыз. Барлығына жаңағы жұмыс егер оптимизация оңтайланып жүргізілсе, ешкім далада қалған жоқ, барлығы өз орнында бар. Кейбіреу керісінше меритократия әдісімен жоғарылады, кейбіреу керісінше басқа салалық департаменттерге, бөлімдерге ауыстырылды. Сондықтан да Павлодар облысының жаңағы мемлекеттік қызметшілеріне айтарым, басшыларына тікелей, бұған басқаша көзбен қарау керек. Бұл керісінше бұны барлығы тосып отыр. Жалақының өсуін әр мемлекеттік қызметшінің негізгі күн көру арту үшін жаңағы баланы тағы да қосымша бір секцияларға жазу үшін жаңағы тағы да компьютер алып беру үшін жаңағы планшет алып беру үшін белгілі бір ақша қаражаттары келеді ғой. Жаңа кредиттік мәселелер деген бар, ипотека деген мәселе бар. Сондықтан жалақысы өссе, бұл өте әр азамат үшін өте маңызды мәселе. Сондықтан да жаңағы оптимизация мәселесіне терең қарау керек. Жаңағы мемлекеттік органның ақша қаражаттарын үнемдеу мәселесіне де кең қарау керек. Бұл тек қана мемлекеттік органдар емес, мемлекет жанындағы коммуналдық органдар бар, жаңағы квази мемлекеттік деп айтуға болады. Оларда мектепте бар, жаңағы дәріханалар бар. Соның барлығына жаңағы басқа қырынан қарап, оптимизацияны қалай жүргізуге болады. Бұл қаншалықты бір нәтиже береді деген мәселелерді кеңінен ойланатын кез келді. Бұны енді қазіргі уақытта біздің департамент әкімдікпен бірге отырып, жаңағы терең талдаудан өткізіп, бір жақсы қорытындыға келеміз деп ойлаймыз. Жақсы, құрметті Нұрлан Серікұлы, бұл менің сізге деген соңғы сауалым болатын. Сізге алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, әрбір қойған сауалдарымызға жауап берген үшін үлкен рахмет айтамыз. Рахмет сізге. Біз осы аптаға келіп түскен басты оқиғалар түйіндеп ой тастауға тырыстық. Алдағы 7 күн жағымды жаңалықтарға толы болады деген сенімде мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болайық.